Сәлем барлықтарыңызға. Грузин халқының тағамдарының бірі харчо дайындайтын боламыз. Өте ерекше. Сіздер дайындамаған болсаңыздар, міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Алдымен бізге сиырдың қабырғалары керек. Сиыр етінің қабырғалары дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қазанымызға бір ас қасық сары майды салып ертіп аламыз. Ерткеннен кейін қабырға және еттерін дәл осы бір келке етіп жайып аламыз да, екі бетін сарғайып шыққанша қуырып аламыз. Екі беті әдемі сарғайып шығады ғой. Сол уақытқа дейін қуырып аламыз. Үстінен салқын суымызды құямыз. Көбігі шыққаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастаңыздар. Сөйтіп оның үстіне бір пияз және де бір сәбізімізді, лавр жапырағы, дәміне қарай тұзын салып 2 сағаттай қайнатамыз. Ровно 2 сағат қайнатыңыздар қыздар, асты баяу отта. 2 сағат өтіп шыққаннан кейін енді біз кішкене сұйық майға пиязымызды қуырып аламыз. Томатты өзіміз қолмен жасайтын боламыз. Қазір помидордың арзандаған уақыты. Сол үшін осылай бұл жерде орех, яғни жаңғақты блендерден өткізіп алдым. Ал помидорларымызды кесіп, оны да блендерден бір келкі массаға жеткенше осылай өткізіп аласыздар. Яғни томат соғы керек бізге. Пияз қуырып алғаннан кейін томатымызды бір ас қасық, магазинский томат бар ғой, соны қосып тағы да қуырамыз. Одан кейін қолдан жасалған томатный согымызды үстінен құямыз, тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Әрқайсысын салғаннан кейін қыздар міндетті түрде 1-2 минуттай қуырамыз. Одан кейін хмели сунели деген міндетті түрде приправамызды қосамыз, және де блендерден өткізген орехымызды да салып жібереміз. Етіміз жұмсақ болып пісіп шықты, осылай сүзіп аласыздар. Арасында ешқандай сүйегі қалып кетпесін, жақсылап сүзіп аламыз. Одан кейін біздің зажарка дейміз ғой, қуырып алған массамызды сорпамыздың үстіне салып шығамыз. Жаңағы дәмдеуішті қыздар міндетті түрде қосыңыздар. Одан да бөлек, егер харчо деп аталатын дәмдеуіш болса, оны да қосып жіберді ұмытпаңыздар. Осы тұста қыздар мен күрішті видеосы түсірген едім, өшіп кетіпті. Соны салуды ұмытпаңыздар. Күрішті салғаннан кейін 15-20 минуттай күрішіміз піскенше пісіріп аласыздар. Одан кейін етімізді турап саламыз. Оның үстіне кинза немесе петрушка, кинза мен петрушканы екеуін араластырып, турап сорпамыздың дайын болуына 5 минут қалғанда қосып жібереміз. Мінеки біздің сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Егер ащыны ұнататын болсаңыздар, 1 шай қасық ащы бұрыс қосып жіберуге де болады. Міндетті түрде дәмдеуіштердің барлығын қосыңыздар, сол кезде нағыз грузин халқының тағамы харчо дайын болады.